Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен шұжықтан жасалған нан жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Арнама жаңадан тіркелген жандар болса, лайк басып комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ендеше бастаймыз. Алдын ала еленген ұнымызды дайындап ыдысымызға салып аламыз. Және де татымына қарай тұзымызды, аштығымызды салып, өте жылы суға қамырымыздың басын біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Қамырдың арасында ұнның түйіршіктері қалмауы тиіс. Қамырымыз суды бойына сіңіргенше құятын боламыз. Және де ашытылған қамырымызды 3 сағатқа дайын ашуға қоятын боламыз. Шарбы майларымызды, яғни жаңағы шұжықтарымызды майдалап осылай кесіп дайындап алатын боламыз. Дайын болған шарбы майларымызды осылай қызып тұрған отқа салып қуыратын боламыз. Яғни өзі жаңа оттың ыстығына осылай еритін болады. Татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырдым. Майларымыз осылай еритін болады, шарбы майларымыз. Ерген сұйық майымызды осылай құйып қоятын боламыз бір ыдысқа. Және де тоңған соң жаңағы самсаға, қатпарлы нанға қолдануға болады. Ал ішіндегі шұжықтарды осылай жаңа нанымыздың ортасына салатын боламыз. Және де бұл жаңағы шұжық нанды ыстықта жесеңіздер өте керемет болады. Және де балалар да ұнатады. Қош сау болыңыздар.